Сәлеметсіздер ме? Қазір бізде өзіңіздің сабағы. Видео сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балзия. Балалар, 5 құндылықты есімізге түсірейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Жарайсыңдар. Ал енді 5 ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызда тәртіптілікті сақтап, оқу білімге талаптанып, сынып ішінде тыныштық орнатып, тазалық сақтап, татулықта өмір сүрейік. Өткен сабақта ата-аналармен үйге оқуға Ермек Өтетілеуовтың балмұздақ әңгімесін берген болатынмын. Барлығымыз оқып келдік пе? Тамаша, жарайсыңдар. Қазір тексеретін боламын. Шығарма не туралы? Алмас, Мирас, Марал, Жанар атты достардың жасаған әрекеті жайында. Ағай балаларға не үшін балмұздақ берді? Балалардың жасаған адал іс-әрекеті үшін балмұздақ берді. Ал Мирас неліктен балмұздақтан бас тартты? Мирас басқа достары сияқты ағайдың қағазын бермей, өзіне иеленіп алып қалғысы келгендігін ойлап, ұялғаннан балмұздақтан бас тартты. Аружданның дауысын ести алуға не көмек береді? Әрбір адамның ойы, іс-әрекеті дұрыс әрі ақиқатқа, шыншылдыққа сүйенсе, ол адамның аружданы болады. Бойында сәл де болса ұяты бар адам жат іс-әрекет жасаған сәтте аружданы оянып, аружданы маза бермейді. Осы сәт аружданды оятуға себепкер болады. Бұл аңыз-әңгімеден қандай құндылықты кездеседі? Ақиқат құндылығы кездеседі. Сеніңше аруждан деген не? Айтып берші. Түйін, қандай жағдай болмасын ақиқатқа жақын болу керек. Өтіріктің арты бір тұтам дегендей, өтіріктен пайда жоқ. Аружданымызды таза ұстайық. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз дұрыс әрекет құндылығына бағытталған. Жаңа тақырыбымыз аруждан ілімі деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі пайда ойлама, ар ойла. Абай Құнанбайұлы. Балалар, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Адам кез келген жағдайда жасаған ісінің тек қана өз пайдасына қарай емес, адалдықпен аружданы таза болғандай жасау керек. Оқушылар, пайда дегеніміз не? Белгілі бір іс-әрекеттің адамға қажетті, тиімді заттың берілуі, жұмыстың пайдалы болғаны дұрыс. Алайда сол пайданың қаншалықты адал еңбекпен табылғанын да қарау қажет. Аруждан дегеніміз не? Адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі, жаман жолдан аулақ болуға итермелейтін, адалдық пен шыншылдықты жақтайтын қасиет. Ал ендеше оқушылар, барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді, тақырыпты және дәйек сөзімізді асықпай көркем жазумен жазып алайық. Түйін, әрбір жұмысыңды жасайтын кезде арың таза болып, пайда ізінен қумай шыншылдықты да жақтап жүрейік. Балалар, менің сендерге әкелген сыйым бар. Тақтаға назар аударайық. Адал бала атты ертегіні алып келдім. Мұқият қараймыз. Бұл ертегі не туралы? Медреседен өте жақсы білім алған етікші баланың адал еңбегі туралы айтылған. Етікші баланың ұстазына не себепті тұтынушылар келмей қойды? Етікші етік тігу кезінде жіптің соңын түймей, өз пайдасын ойлап, тұтынушылар қайта келсін деп арамдық жасайды. Ал оның шәкірті адал бала әр тігісінің соңын түйіп отырады. Жұмысы сапалы әрі адал болғандықтан барлық тұтынушылар бала етікшіге келеді. Солайша ұстаз етікшіге ешкім етік тігуге келмей қалады. Бала етікшінің жасаған іс-әрекеті қаншалықты дұрыс деп есептейсің, және не себепті? Бала етікші дұрыс білім тәрбиесінің арқасында ары таза, жұмысын тиянақты әрі адал жасады. Өз пайдасын ғана ойламай, халықтың да пайдасын ойлап, жұмысын адалдықпен, тиянақтылықпен жасағандықтан баланың жұмысы көп жеміс берді. Түйін жасайтын болсақ, мына ертегіміз бүгінгі дәйек сөзімізге сай келеді екен. Өз жұмысыңды қара басыңның пайдасы үшін емес, адалдықпен,
тиянақтылықпен жасау керек. Арың таза болса, Алла тағала жұмысыңның берекесін де, жемісін де береді. Ал енді шығармашылық жұмыс жасаймыз. Ол үшін топқа бөлінеміз. Мен сендерге 3 түрлі түсті күлегештер таратып беремін. Сол бойынша 3 топқа бөлініп отырасыңдар. Бірінші топ қызылдар, екінші топ сарылар, үшінші топ көктер тобы. Бірінші топқа тапсырма бүгінгі тақырыпқа байланысты мақал-мәтелдер жазасыңдар. Екінші топқа тапсырма ар-ұждан сөзіне сөз жұмбақ немесе ребус құрастырасыңдар. Ал үшінші топқа тапсырма ар-ұжданға байланысты 4 жыл немесе 2 шумақ өлең құрастырып көресіңдер. Келесі тапсырма арлы адам сөзіне постер құрастырасыңдар. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Балалар, яғни бұл тапсырмаларды орындау арқылы әр жұмысымызды адалдықпен орындау керектігін, арымыздың тазалығын ойлау керектігін ұғындық. Жұмысымыз қаншалықты адал болса, жемісінде соншалықты көретіндігімізді түсіндік. Ал енді оқушылар топпен бірге біз өмірдің гүліміз атты әнді шырқайық. Теңгір көктен нұрын төккен ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдар өскен біз өмірдің гүліміз. Болашаққа нарқа шаққа шақырады күніміз, балдостыққа жолдастыққа шақырады үніміз. Үйге тапсырма. Үй тапсырмасына оқулықтың 108-ші, 110-ші беттегі Әділхан Қалдыбаевтың мұны қалай түсінеміз әңгімесін ата-аналарыңмен бірге оқып келесіңдер. Көзімізді жұмып, жайғасып отырайық. Бүгінгі тақырыбымызды, дәйек сөзімізді, құндылықтарымызды есімізге түсірейік. Ішімізден қайталайық. Шынайылық, адалдық, жауапкершілік ақиқат құндылығы екенін түсініңдер, және де ең жақсы қасиеттердің бірі екендігін ұғындыңдар. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық. Ал енді асықпай көзімізді ашсақ болады. Осымен сабақ аяқталды балалар. Сабақ үшін рахмет, сау болыңдар.